Бастау олимпиадасы 2025-2026 оқу жылының есептерін талқылаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Және де біз мына есептің жауабын соңында өздеріңіз шығарасыздар және комментарийға жауапты қалдырыңыздар. Есепте былай дейді. Ұйықтаудың алдында Асқар кітап оқымақ болды. Кітапты өткен жолы оқуды тоқтатқан жерден ашқанда ашық тұрған кітаптың көрші екі бетіндегі нөмірді көрді дейді. Осы екі бет нөмірінің көбейтіндісі оның әкесінің туған жылына тең болып шықты. Асқардың әкесі 20 ғасырда туғаны белгілі. Ол қай жылы туған дейді. Есепте енді ең әуелі бізге керек нәрсе 20 ғасыр деген сөз керек бізге. Енді 20 ғасыр қай уақытта басталды? 20 ғасыр ол 1901 мен 2000 жылғы аралықта. Осы аралықтың бірінде жаңа Асқардың әкесі туылған. Енді бұл жерде қандай тізбектелген екі сан болашында көбейтіндісі осының арасында жату керек. Енді ойлайық, бұл жерде 40-тың квадраты 1600, яғни 40-тан көп деген сөз. Енді 50-дің квадраты бұл 2500 деген сөз. Яғни 50-ден аз, 40-тан көп, 50-ден аз сандардың ішіндегі тізбектелген екі сан. Тізбектелген екі сан деген сөз, яғни 41 мен 42. Кітаптың бетіндегі нөмірлер. Немесе 42 мен 43. Немесе 43 пен 44. Деген сияқты осылардың біреуін көбейтіп жауабын шығарсаңыздар, сонда шыққан жауап осылардың арасындағы бір сан пайда болады. Жауабын комментарийға қалдырыңыздар.